ChatGPT платформасын қолдану Google арқылы тіркелу және жұмыс істеу. Қазіргі таңда оқу процесінде жасанды интеллект құралдарын қолдану өте тиімді болып отыр. Солардың бірі ChatGPT платформасы. Алдымен біз компьютерден Google браузерін ашамыз, іздеу жолында ChatGPT деп жазамыз. Содан кейін бірінші шыққан ресми сайтқа кіреміз. Сайт ашылғаннан кейін экранда ChatGPT деп өзіне кіреді. Толық жұмысқа дайын болу үшін регистрация жасау керек. Үстіңгі оң жағында регистрация деген батырмалары шығады. Одан кейін тіркелу беті ашылады. Бұл жерде бірнеше кіру жолы ұсынылады. Соның ішінен ең ыңғайлысы Google батырмасы. Соны таңдаймыз. Содан кейін өзіміздің Google аккаунтымызды таңдаймыз. Жүйе автоматты түрде бізді тіркеп, негізгі бетке өткізеді. Негізгі бет ашылғаннан кейін төменгі жағындағы сұрақ жазатын арнайы чат терезесін орналасқан. Осы жерде біз өзімізге қажет тапсырманы жазамыз. Мысалы, сабақ жоспарын құрастыру, мәтінін қысқартып, немесе білмейтін сұрақтарды жазуға болады. Сосын жіберу батырмасын басамыз. Сол кезде ChatGPT автоматты түрде жауап ұсынып береді. Тағы бір маңызды нәрсе, әр ашылған чат белгілі бір тақырыпқа арналған жеке жұмыс алаңы болып саналады. Яғни осы чаттың ішінде біз сол тақырып бойынша қосымша сұрақтарды жалғастырып қоямыз. Ал егер басқа жаңа тақырып бойынша сұрақ қою керек болса, онда сол жақ мәзірдегі New Chat батырмасын жаңа чат ашамыз. Осылайша әр тақырыпты бөлек чатқа жүргізу жұмысымызды жүйелі ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, ChatGPT платформасы мұғалімдер мен студенттерге оқу материалдарын жылдам дайындауға, мәтін құрастыруға және тапсырмалар әзірлеуге көмектесетін тиімді цифрлық көмекші құрал болып табылады.